Қайырлы күн достар. Бүгінгі бағдарламада мен сіздерді қалалық мәдениет үйімен таныстырамын. Бізбен бірге болыңыздар. Түсірілім барысында біз сіздерге сахнаны көрсетеміз. Қазіргі таңда сахнада концертке дайындық жүріп жатыр. Сол себептен тыныш қана қараңыз. Қалалық мәдениет үйінде 3 кәсіби және 6 халықтық ұжымдар бар. Эстрадалық үрлемелі аспаптар оркестрі, көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Сәкен Еркебұлов. Халықтық ұжым Әлия Гүлі қазақ би ансамблі, көркемдік жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Шолпан Айнабекова. Ақтөбе вокалды аспаптар ансамблі, көркемдік жетекшісі Надырғали Ниязов. Музыкалық жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Дина Ниязова. Халықтық ұжым наставник, соғыс және еңбек ардагерлер хоры, хормейстері Мербол Құспанов, концертмейстер Ирина Капытова. Халықтық ұжым Атамекен Асылым, аталар мен аналар ән ансамблі, көркемдік жетекшісі Қарагөз Сағынов. Халықтық ұжым Сұңқар вокалды ансамблі, көркемдік жетекшісі Ләззат Медетова. Халықтық ұжым Рюкзак Бард клубы, жетекшілері Роман және Ольга Акчуриндер. Халықтық ұжым Наурыз тобы, жетекшісі Төлеген Ермеков. Халықтық ұжым Ермекбаевтар отбасылық классикалық музыка ансамблі, жетекшісі Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Әлімжан Ермекбаев. Дәстүрлі және классикалық әншілер де бар. Мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі, республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты Нұртас Омаров. Қалалық мәдениет үйінің директоры Мұратбек Дәрбаев. Қалалық мәдениет үйі мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорны 1977 жылы құрылған. Кәсіпорынның негізгі қызметі мемлекеттік тапсырыс бойынша тұрғындардың мәдени демалысын ұйымдастыруда. Мәдениет үйі ашылған күннен бастап өз қызметіне белсене кірісіп, 1980 жылы еліміз бойынша ауқымды мәдени көпшілік шаралар ұйымдастыруда ең алғашқы бастамашылардың бірі болды. Атап айтар болсақ, қаламыздағы орталық стадионда жеңіс күні, қаланың туған күні және балалар күні, тағы басқа осындай айшықты мерекелер өткізілді. Мерекелік шараларға қатысушылардың саны 5000 адам болса, ал көрермендердің саны 16000-дан асты. Қалалық мәдениет үйі төмендегідей қызметтер көрсетеді. Мерекелерді, карнавалдар, фестивальдер, байқаулар, би кештерін, қолөнер, мүсін, бейнелеу өнері, графика бұйымдарының көрме саудасын және тағы басқа мәдени көпшілік шараларды ұйымдастыру және өткізу. Мәдениеті өскен ел өркениетке көшкен ел деген сөздің айтылуы тегін емес. Өйткені тәуелсіз еліміздің бүгінгі сұранысы жас ұрпақты саналы тәрбиелеумен бірге шығармашылыққа баулу болып табылады. Әр жыл сайын
Қазақстан халқына жолдаған елбасымыздың жолдауы халыққа мәдени сауаттылықпен қатар рухани азық беру жолдарын қарастырады. Құтты мекен өңірі таланттарға кенде емес. Өнер өзін сүйген, өзі сүйген жандарға бөтенсіп қарамайды. Олардың қол таңбасын, мәдениет жолындағы сүбелі істерін ұмытпайды. Қалалық мәдениет үйінің 2006-2018 жылдар аралығында Жалғасова Дәметкен Әбіш қызы басқарып келді. Дәметкен Әбіш қызы басқарған уақытта өзін жоғары дәрежеде көрсетіп, өз саласының кәсіби маманы екенін дәлелдеді. Ұжымның ауызбіршілігін сақтап, халықаралық, облыстық, қалалық байқаулардың тартымды өтуіне жағдай жасай білді. Мәдени шаралардың стандартқа сай жаңашылдықпен өтуін талап етті. 2019 жылдың сәуір айынан бастап білікті маман, алғашқы наурыз тобының мүшесі, Ғайза Жұбанов атындағы филармонияның шығармашылық саласында адал қызмет атқарған Мұратбек Байбосынұлы Дарибаев тағайындалды. Мұратбек Байбосынұлы қалалық мәдениетін өркендету жолында елеулі қызметтер атқарып келеді. Шығармашылық жұмыстардың стандартқа сай жоспарланып, жаңа лепте жүруіне назар аударды. Көптеген игі бастамаларды енгізуге еңбектенді. Шығармашылық ұжымдардың жүйесіне де жаңаша сипатта жұмыстануына талап ете білді. Бүгінгі бағдарлама сіздерге ұнаса, лайк пен комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қош, сау болыңыздар.